Бағдарламаға 18 жасқа дейінгі барлық балалар 2006 жылы және одан кейін туылған Қазақстан азаматтары қатысады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры балалар туралы барлық мәліметтерді жеке тұлғалар мемлекеттік дерекқорынан алады. 2006 жылы туылған балалар 2024 жылы 18 жасқа толды. Тиісінше оларға ұлттық қордан қаражат есептелуі тоқтатылды. Нысаналы талаптар Қазақстан Республикасы үкіметінің 18 жасқа толмаған Қазақстан азаматтары алдындағы ұлттық қордың инвестициялық кірісі есебінен жыл сайын белгілі бір соманы есептеу бойынша міндеттемелері. Ал нысаналы жинақтар дегеніміз 18 жасқа толған Қазақстан азаматының нысаналы жинақтау шотындағы ақшасы. Нысаналы талаптар бала кәмелетке толған жылы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы нысаналы жинақтау шотына есептелген ақшалай баламасы ақш доллары түріндегі нысаналы жинақтар мәртебесіне ие болады. Нысаналы жинақтарды алушы 18 жасқа толған кезінде оларды тұрғын үй жағдайларын жақсарту және білім алу ақысын төлеу мақсатында пайдалануға құқылы. Иә, 2025 жылы 18 жасқа толатын Қазақстан Республикасының азаматтары болып есептелетін балаларға 2024 жылға, яғни бала әлі 18 жасқа толмаған есепті жылға нысаналы талаптар есептелді. Нысаналы талаптар бірден нысаналы жинақтар мәртебесіне ие болды және алушының зейнетақы қорындағы нысаналы жинақтау шотына есептелді. Алайда жас отандастарымыз оларды нысаналы мақсаттарына тек 18 жасқа толғаннан кейін ғана қолдана алады. Мысалы, бала 18 жасқа 2025 жылдың қазан айында толады делік. Бұл балаға тиесілі ақш долларындағы нысаналы жинақтары оның бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы шотына 2025 жылдың басында есептеліп қойды. Бірақ ол аталмыш қаражатты тек 2025 жылдың қазан айында, яғни кәмелет жасқа толғаннан кейін ғана пайдалана алады. Зейнетақы қорының kids.enpf.kz сайтындағы нысаналы талаптарға қатысушыны іздеу бөліміне баланың жеке сәйкестендіру нөмірін енгізіп, тексеру батырмасын басу керек. Бала нысаналы талаптарға қатысушы болған есепті жыл және оның нысаналы талаптарының жалпы сомасы көрсетілген ақпарат беріледі. Сонымен қатар, сайтта балалардың туған жылдары бойынша бөліністе нысаналы талаптар мен нысаналы жинақтардың қалыптасу тарихы ұсынылған. Онда есептелген сомалар, инвестициялық кіріс, сондай-ақ нысаналы жинақтардың зейнетақы қорындағы нысаналы жинақтау шотына есептелген жылы көрсетіледі. Баланың бағдарламаға қатысатынын eGov Mobile электрондық үкіметі мен екінші деңгейдегі банктердің қосымшаларынан да тексеруге болады. Егер бала қандайда бір себептермен нысаналы талаптарға қатысушылардың тізіміне енгізілмесе, сәйкесінше олардың жалпы санын есептеу кезінде ескерілмесе, бірақ мұндай қатысушы болуға құқығы бар болса, онда өткізіп алған кезеңі немесе кезеңдері үшін алушы жүгінген немесе жеке тұлғалар мемлекеттік дерекқорында ақпарат жаңартылған жылдан кейінгі жылы есептеледі. Осылайша, егер бала 2023 жылға арналған электрондық тізімде болмаған және оған 2024 жылы нысаналы талаптар есептелмеген болса, бірақ оның қатысушы болуға толықтай құқығы болған және ол туралы ақпарат мемлекеттік дерекқордан зейнетақы қорына түскен болса, оған 2025 жылы нысаналы талаптар өткізіп алған кезең мен инвестициялық кіріс ескере отырып, толық көлемде есептеледі. Нысаналы жинақтар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы нысаналы жинақтау шотында бағдарламаға қатысушы 18 жасқа толғаннан кейін 10 жыл бойына ақш долларымен сақталады. Осы мерзім өткеннен кейін қатысушы пайдаланбаған нысаналы жинақтау сомалары нысаналы жинақтау шотынан оның ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу үшін ашылған жеке зейнетақы шотына автоматты түрде аударылады. Қаражат есепке алынатын шотқа аударым күніндегі ресми бағам бойынша теңгемен есептеледі. Ерікті зейнетақы жинақтарын пайдалану шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасында көзделген. Қазақстан Республикасының бірқатар заңнамалық актілеріне қандай да бір шектеулер белгілеуге тыйым салатын нормалар енгізілді. Ұлттық қордан берілетін нысаналы жинақтар төлеміне банк шоттарындағы ақшаға тыйым салу немесе өндіріп алуды қолдануға,
банк шоттарындағы ақша қаражаты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, жинақталушының келісімінсіз ақшаны алып қоюға, банктегі ақшаға билік етуді уақытша шектеуге, жеке табыс салығын салуға тыйым салынады. Кәмелетке толмаған баланың ата-анасы немесе басқа да заңды өкілдері нысаналы талаптардың есептелуі туралы ақпаратты eGov Mobile электрондық үкіметінің ұялы қосымшасынан, kids.npf.kz сайтынан, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктердің қосымшаларынан да тексере алады. Бала 18 жасқа толғанда оған зейнетақы қорында нысаналы жинақтарды алушының, кәмелет толған баланың өзі ғана қол жеткізе алатын нысаналы жинақтау шоты ашылады. Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы заңда уәкілетті операторларға кімнің жататын туралы ұғыммен зейнетақы қорына уәкілетті операторлармен өзара іс-қимыл жасау міндеттері ғана бекітілген. Осылайша, заңда екінші деңгейдегі банктерге ешқандай шектеу қойылмаған. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен тиісті келісім жасасқан Қазақстанның кез келген екінші деңгейдегі банкі қатыса алады. Бұл екінші деңгейдегі банктерде Қазпошта ұлттық операторы да болуы мүмкін. Бүгінгі күні уәкілетті оператор болып Отбасы банкі, тұрғын үй және білім алу бойынша және Халық банкі білім алу бойынша бекітілген. Бала 18 жасқа толғанда оның атына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында нысаналы жинақтау шоты автоматты түрде ашылады және оған ұлттық қордан тиесілі қаражат есептеледі. Ақша ақш долларымен аударылады және нысаналы жинақтау шотында 10 жыл сақталады. Егер осы мерзім ішінде бала бұл қаражатты пайдаланбаса, онда қаржы оның атына автоматты түрде ашылатын зейнетақы қорындағы жеке ерікті зейнетақы шотына автоматты түрде аударылады. Ерікті зейнетақы жарналары есепке алынатын осы зейнетақы шотынан жинақтарды алу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын болады.